Қажетті заттар: помидор және капуста, яғни 40 қабат. Кейін кішкентай 1 қасық шымшыт тұз. Ал кеттік, дайындаймыз. Алдымен помидор мен капустаны жуып аламыз, тазалаймыз, қажетсіз жерлерін алып тастаймыз. Осылай басын кесіп тастаймыз, мусорға лақтырамыз. 2 бөлікке бөлеміз. Ал 4 бұрышлап тураймыз. Кеттік. Мына жерде мен қолым жауып қопты, оған мән бермеңіздер. Қазір көрсетемін. 4 бұрыштылап әдемілеп турап дайындап қоямыз помидорымызды. Негізі көп қоссаңыздар да болады. Маған 1 помидор жеткілікті болды. Осылай әдемілеп турап қоямыз. Екінші помидорын тураймыз. Жарты бөлікке бөлген суын да ыдысқа қосып жібереміз. Оның арасында кірдістарды жуып тастауларыңызға болады әбден. Міне осылай турап дайындап ыдысқа сап қоямыз. Келесі капуста. Мен жартысын алдым, кішігірім етіп. Осылай соломка етіп турап аласыздар. Міне жанынан да турап көрсеттім сіздерге. Осылай соломка етіп тураймыз. Сосын оны жақсылап алып, мұжып, суын шығарып дайындаймыз капустаны. Міне осылай шықты менде қазірге. Тұз себеміз қалауымызша. Міне салатымыз дайын болды. Тез және оңай салат. Қазіргі уақытта қазан айында, күзгі айда жегенге өте ыңғайлы, дәмді, әрі тез сіңімді. Іске сәт дайындап көріңіздер.